Сәлем, достар. Бүгін біз кешкі асқа өте оңай тамақ жасайтын боламыз. Ал ендеше кеттік. Колбасамызды осылай қызартып тұрып аламыз. Қазір вермишелімізді қызып тұрған майға салып жіберіп крышкасын жауып пісіреміз. Мына қыртылған колбасамызды потом вермишельге салып жібереміз да әдемі кешкі ас жасаймыз. Міне біздің вермишель дайын болды. Міне ұқсай бетін шаш жесіреді. Отыра береміз. Міне біздің кешкі асымыз дайын болды. Міне жасып көріңдер обязательно. Міне өте дәмді болып шығады. Еще вермишельге на косточки қосамыз.